Assalamu алейкум достар. Бүгінгі видеода дабыл аспабының жасалу барысын толықтай көрсететін боламын. Алдымен бізге осындай қалыңдығы 3 мм фанер қажет болады. 7 см қалыңдықта сызып кесіп алатын боламыз. Қарапайым осындай канцелярский пышақпен қайта сызып кесіп аламыз. Мінекей осылай бөліп алдық. Жалпы бізге осындай бөліктен 5 қажет болады. Мінекей 5 дайындап алдық. Жалпы қалыңдығы 1,5 см болды. Енді фанерімізді думалақ формаға келтіреміз. Менде осындай думалақ кастроль болды. Қалыңдығы 45 см. Кез келген зат бола береді. Енді фанерімізді осылай думалатып, бір-біреулеп артық бөлікті сызып кесіп тастаймыз. Енді осылай степлерді бір-біреулеп ұрып думалақ формаға келтіреміз. Екінші қабат фанердің арасына осындай қарапайым ПВА-клейін жағамыз. Жақсылап бірінші осылай жағып аламыз. Бірінші басын осылай степлермен атып аламыз. Сосын арасын жиі степлерді атып отырсақ, думалақ форма шығатын болады.
Мінекей бұл үшінші фанерді де дәл жаңағы екінші фанер сияқты қайталаймыз. Клей жағып, степлермен атамыз. Мінекей 5 қабатты фанерден жасалған домалағымыз дайын. Енді осылай бір күн кебу қажет болады. Яғни арасындағы пуға клейміз. Енді келесі кезекте дабылымыздың терісін өңдейміз. Ол үшін бізге осылай қарапайым 3 килограммдық ақты алып, шелекке салып, жібітіп аламыз. Суды ортасынан асырып толтырамыз. Міне әгіміз қайнап, шамалы суып, яғни жылыды. Енді ешкі терісін әгімізге саламыз. Ешкі терісіне әгіміз толықтай тигізуіміз қажет. Осылай қозғап, қайта-қайта салып, жақсылап әгімізді тигізіп, араластырып аламыз. Енді осылай теріміз 3 күн тұратын болады. Мінекей домалағымыз дайын болды. Енді домалағымызды наждашкамен жақсылап тазалап алатын боламыз. Енді келесі кезекте дабылымыздың ортасындағы ұстағышын жасаймыз. Енді осындай қалыңдығы 4 сантиметрлік ағаш, ені 10 сантиметр ұстағышымызды ағашқа доғал формасында сызып аламыз. Осылай лобзиктің көмегімен кесіп аламыз. Мінекей кесіп алдық. Енді ұстағышымыздың артық бөліктерін, яғни бұрыш қырларын канцелярский пышақпен тазалап алып тастаймыз. Мінекей дайын болды. Енді наждашкамен жақсылап тазалаймыз. Келесі кезекте ұстағышымызды домалағымызға отырғызамыз. Алдымен осылай сверломен тесіп аламыз. Сосын қарапайым пуға клейін жағып, екі бетіне де жағамыз. Домалақтың ортасына салып, екі жағынан шуруппен қатырып тастаймыз. Мінекей дайын болды. Енді осындай яқтауы деген лакпен жақсылап лақтаймыз. Алдымен осылай астыңғы жағын лақтап шығамыз. Толығымен ешқандай бос жерін қалдырмай. Лақтап тастаймыз. Мінекей дайын болды. Енді осылай 2 күндей кебетін болады. Келесі кезекте дабылымыздың шоқпарын жасаймыз. Ұзындығы 45 сантиметрлік рейканы алып, екі жағын кесіп, ортасын жіңішкертеміз де канцелярский пышақпен домалақ формаға түсіреміз. Мінекей осылай болады. Одан соң наждашкамен жақсылап тазалап, артығын алып тастаймыз. Одан соң жаңағында яқтауы лакпен лактап, 2 күнге кептіруге қойып қоямыз. Мінекей арадан 3 күн өтіп, біздің теріміз де дайын болды. Терімізді жақсылап алып, тегіс жерге жайып аламыз осылай. Астының тегіс болуына мән берулеріңізді сұраймын. Өйткені қазір мынандай шпатльмен бетіндегі жүнін алған кезде астында бір үшкір заттар болса, тері тесіліп қалуы мүмкін.
тағы да осылай шпатель болмаса басқа да заттармен осылай бетіндегі жүнін қыратын кезде қыратын затымыздың ұшы доғал болу керек, үшкір болмау керек. Әйтпесе тесіп алуымыз мүмкін, немесе кесіп алуымыз мүмкін. Жүнін қырып болған соң теріміздің астындағы етін қырып тастаймыз. Бұл жерде қырғанда да ұшы жоқ өтпес затпен қырамыз, теріміз кесіліп кетпеу үшін. Толықтай асықпай әдемілеп ұқыптылықпен етін қырып алып тастаймыз. Міне етін толықтай қырып болған соң бірден дабылымыздың негізгі формасын, яғни өзімізге керек бөлігін осылай кесіп қиып аламыз. Терімізді кесіп алдық, енді дабылымызға теріні керетін боламыз. Осылай оң қаратып алып, жіппен мықтылап, қатты қылып байлап аламыз. Енді келесі кезекте осылай степлермен тартып тұрып, атып шығатын боламыз. Енді келесі кезекте күн түспейтін, бірақ жел тиетін жерде бір күндей кептіреміз. Мінекей дабылымыз кеуіп дайын болды. Енді келесі кезекте оны жақсылап тұрып әсемдейтін боламыз. Мінекей мен керекті сөзімді қарапайым қаламның көмегімен жазып алдым. Біздің дабылымыздың қалыңдығы 7 см, ұмытпасаңыздар. Енді жанына осындай шашақты жапсырамыз. Оның үсті жағына осындай қазақша ою жапсыратын боламыз. Алдымен шашағымызды астыңғы бөлігіне осындай аффикс клеймен жабыстырып аламыз. Енді келесі кезекте қарапайым осындай пуа клеймен оюымызды айландыра жабыстыратын боламыз. Мінекей жабыстырып алдық. Енді жоғары жағына осындай қазақша әдемі оюымызды жабыстырамыз. Бұны да бірінші бас жағына аффикс клеймен жабыстырып аламыз. Келесі кезекте пуа клеймен айландыра толықтай жабыстырып шығамыз. Мінекей дабылымыз дайын болды. Оюын толықтай жақсып болдық. Енді пайдалануға болады. Келесі кезекте дабылымыздың шоқпарын дайындаймыз. Шоқпарымыздың басына осындай матаны қаптайтын боламыз. Бұны да қарапайым осындай аффикс клеймен бірінші жабыстырып алып, одан соң шоқпарымыздың басына осылай әдемілеп орайтын боламыз. Мінекей матамызды орап алдық. Енді осындай оюлы маталармен орайтын боламыз. Әлде де әдемі әсем көріну үшін. Оюымызды жабыстырып алдық, және де арасына осындай пуа жақсақ әлде де мықты болады.
Даблға жабыстырған шашағымызды да аса таяғымызға жабыстырамыз, үйлесім де әдемі болу үшін. Оны да алдымен осындай аффикс клеймен жабыстырып, әсемдейтін боламыз. Мінекей өте әдемі дайын болды. Мінекей даблымыз өте керемет болып шықты. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Лайк басып, комментария жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.